Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай жұмсақ, биік, әрі өте дәмді болып шығатын бисквиттің дайындалу жолының 2 құпиясын айтатын боламын. Егер ол сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқа және 1 кесе қант қажет. Жұмыртқаны осылай ақырындап араластырып, үстіне 1 кесе қантты осылай жаймендеп салып отырамыз. Жұмыртқамыз әппақ көбік болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Енді шай қасықпен 1 қасық қопсытқыш және разрыхлитель тесто саламыз. Одан кейін 1 кесе ұнды осылай ақырындап саламыз. Ұнды өте көп қылмаймыз, осылай бетімен ғана келтіреміз кесенің. Одан көп болса, тестомыз дұрыс шықпайды. Мен айтқан 2 құпияның біріншісі ол осылай астынан үстіге қарай араластыру. Жаймендеп астынан үстіге қарай араластырамыз. Ұнымызды жақсылап араластырғаннан кейін осылай кішкене сүт және сұйық май қосамыз. Сүт қолдың сүті болсын, коробкадағы дүкеннің сүті болсын мейлі, ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді жақсылап араластырамыз. Мен айтқан құпияның екіншісі дәл осы, яғни сүт пен сұйық май қосу. Ол қамырды өте жұмсақ әрі сочный қылып тұрады. Енді дайын болған қамырымызды ыдысымызға саламыз. Ыдысқа мен пергамент қағазын төседім. Егер сізде пергамент қағаз болмайтын болса, онда сұйық маймен майлап алсаңыздар да болады. Енді дайын болған пирогымызды қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Бір ескере кететін жайт, пирогты пешке салып пісіріп жатқан кезде беті сарғайып піспейінше, яғни 20 минут өтпейінше пештің есігін ашпауға кеңес беремін, себебі мынадай биік болып шықпай қалады. Пирогтың толық піскенін анықтау үшін осылай таяқшаны пирогқа салып тексереміз. Егер құрғақ шығатын болса, онда біздің пирог толықтай піскен. Мен пирогты ыдыстан алу үшін оның толықтай суығанын күтемін. Содан кейін ғана пирогты ыдыстан аламын. Енді пышақтың көмегімен ақырындап пирогты ыдысынан алатын боламын. Қараңыздаршы, биік, жұмсақ, әрі өте дәмді пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.